Сәлем достар. Бүгінгі күні блог тәртібін қандай екенін қарастырайық. Тапсырыс блогы күтудегі тапсырыстарды қамтитын шамы. Ақылды капитал тапсырыстары. Шамның бұл түрі қалыптасқанда үлкен ойыншы қайтады. Оны сынау керек, өйткені біреуінде орын алу қиын. Өйткені ол олмайды. Бұл ойыншылар әдетте сатып ала немесе сата алмайды. Бір уақытта оның позициясы бүкіл сомасы, сондықтан олар мұны тапсырыс блоктарын сынау арқылы жасайды. Графикалық тәртіп блогы соңғы өсу немесе сияқты көрінеді. Төмендейтін шам немесе соңғы болып саналады. Өсу алдында жазыл немесе қызыл шам. Диаграммадағы бірнеше мысалдары қарастырайық. Мұнда мен аюлы блок тәртібін белгідім, яғни құла алдындағы соңғы көтерілетін шам. Маңыздысы блоктық тапсырысты қалыптастыру кезінде келесілерді сақтау керек. 3 параметр. Бірінші параметр сол жақтағы өтімділікті жою. Яғни біздегідей өтімділікті алып тастау, бөліну. Бізде бұл салада ақау бар. Ал теңгерімсіздіктің, яғни теңгерімсіздіктің қалыптасуы, бұл жерде біз теңгерімсіздікті қалыптастырамыз. Осылайша, бұл тапсырыс блогын сынақтан өткізгеннен кейін бұл мүмкін позицияға кіру. Тағы бірнеше мысалды қарастырайық. Мұнда бізде тағы бір аюлы блок тәртібі бар. Біз не көріп тұрмыз? Құлау алдындағы соңғы көтерілген шам. Бұл аймақтағы құрылымның бұзылуы, біз сондай-ақ өтімділікті алуды ұсынамыз. Және осы салада теңгерімсіздіктің қалыптасуы. Сонымен бізге бірден сынық тапсырылды. Блок тәртібі тоқтау әрқашан жоғары немесе төмен тапсырыстың артына қойылады. Ойылу немесе болуына байланысты блоктау, бұқалар және позиция енгізілді. Ары қарай тапсырыс блоктарының тағы бірнеше мысалын қарастырайық. Міне өсу алдында бізде соңғы төмендейтін шам бар. Тапсырыс блогы өтімділікті жойып, теңгерімсіздікті тексерді. Бұл аймақ. Төменірек мерзімді біз құрылымның бұзылуына ие боламыз. Осы белгіде. Бұл тапсырыс блогын тексергеннен кейін енгізуге болады позицияға. Ал тапсырыс блогының тағы бір мысалын қарастырайық. Аюлы блок тәртібі күзге дейінгі соңғы шам. Бұл салда өтімділіктің алуының қатар жүрді. Бізде бұл жерде құрылымның бөліну де бар. Блок тәртібінің теңгерімсіздігін тексергеннен кейін біз кіреміз позицияға. Біз жоғары блок тәртібін артына аялдама қоямыз. Және тектер ең жақын өтімділік үшін талғасы бар. Достар, егер менің нәтижелерімді қайталап, менімен бірге трейд жасағымыз келсе, менде сіздерге арналған тегін клуб бар. Онда мен дайын сигналдар беремін. Бәрі өте оңай. Сделкаларға менімен бірге уақытында кірсеңіз болдым. Бұл күніне бар болғаны 10-20 минут уақытыңызды алады. Экранда клубтың қалай жұмыс істейтінін көріп тұрсыздар. Мен толық ашық статистика жүргіземін. Әрі пайда, әрі шығын бәрі көрсетіледі. Біз күн сайын трейд жасаймыз және тұрақты түрде 70-85% прибыльді сделкалар аламыз. Менімен бірге трейд бастау үшін сізге тәжірибеде трейдинг бойынша терім білімде қажет емес. Ең бастысы сделкаларды қайталуды және риск менеджментті сақтауды үйрену. Осы үшін мен командам егжей-тегжейлі нұсқаулықтар мен куратор тарапынан жеке қолдау дайындаған. Сұрақ туындаса әрқашан жаза аласыз және көмек аласыз. Мен $300-500 депозитпен бастауды ұсынамын. Сонда біз барлық ережелермен қауіпсіз түрде сауда
жасай аласыз. Басқа қатысушылар қазірдің өзінде біздің сделкаларды қайталап, әр сделкадан 50, 100, 300 доллар және одан да көп табыс табуда. Видео астындағы сілтеме арқылы Телеграмға жазыңыз, сізге клубқа қосылуға көмектеседі. Барлықтарыңызға сәттілік, каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және келесі кездескенше.